12 жасқа толған балаларға арналған. Армысың ата қариялар, елімнің шежіресі дариялар. Армысың аға жеңге белестерім, ақылшым маған берген кеңестерім. Армысың құрбы құрдас жолдастарым, өзіммен бірге ойнаған құрдастарым. Осындай достарымның ортасындай өзімше бір осылай ән бастадым. Халқым бір тоймас жыр десе, диқан бір тоймас жер десе. Асылхан Шүңіреков, дарабоз әнші, бұрынғы Алатау, бүгінгі Тараз триосының негізін қалаушылардың бірі, әрі жетекшісі. Тұңғыш қазақ триосында 40 жылдан астам уақыт ән салып келеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Анасы жақсы қандайды, қамқорлығы таудайды. Қалқам деп шықса алдыңнан көңілде қайғы болмайды. Ауылда өстім, шаңына аула беркелеп, оядан ұштым, қатайды қанат ертерек. Асығып алда бақытын күтіп тұрғандай, армандар асқа, қиялға қилы жетелеп. Қаланың мынау тамаша сайрау сауығы, жолдары жуған нөсерлі жылы жауыны. Сонау 1960 жылы Мойынқұм ауданы, о кезде Карл Маркс селосы дейтін, қазіргі Қылышбай деген ауыл кезінде, Совет үкіметінің кезінде Совхоз Талдыөзек деп аталды. Сол ауылда дүниеге келдім. Сол семьямызда 4 ұлымыз, әкеміз сол менің 3 жасымда қайтыс болып кеткен. Анамның тәрбиесінде болдық. Анам ұстаз болды. Үлкен ағам сол 50-ші жылғы, одан кейінгі ағам 53, мен 60, кейінгенім, кішініміз сол 63 жылғы. Сол 4-өмізді өсіріп, жеткізіп, үйлендіріп, бәрімізден немерені көріп, анамыз сол 68 жасында дүниеден өтіп кетті. Сол өнерге келуімнің ең басты себепкер сол өзімнің анам. Ол кісі сол мектепте, мен мектепке барғанда ол кісі мектептің директоры еді. Сол 44 жыл ұстаздың 12 жыл мектептің директоры болды. 8 жылдық мектеп еді ол кезде. Сол кезде мектепке ән сабағынан беретін Садық Құнанбаев деген ағайымыз өзіміздің ауылда туып өскен. Культпроспектті бітіріп келген. Сол кісі домбыра кружогын ашты. Мен ол кезде 4-ші класс оқимын. Сол домбыра кружогына қатыстық. Ол кезде ауылда домбыра жоқ. Қолдан істеген домбыра әркім үйінен бірде-екілі шықты. Менің де бір атамның жасаған домбырасы бар екен. Әйтеуір күйге келмесе де, әйтеуір әннің аржай бір жеріне келеді. Сонымен жүріп домбыра үйрендік. Содан кейін мамам бір күн маған айтады: "Балам, осы училищеге барасың ба?" дейді. Барайын дедім. Менің ойыма студент сияқты сырттан оқығанға қуанып жүрміз ғой. Мен барам дегем,
2 класстан жиналып 1 класс шықтық қой. 20-21 бала училищеге бірге кеттік. Сол училищеде жаңағы класстың старшысы болдым. Қасымдағы бір Есенәлі деген жолдас балам, ол сол жерде правком болды. Ар жағында Жамбыл деген ауылдан келген балалар 3-4 бала бізбен қосылып оқыды. Оның біреуі комсорг болды. Сөйтсем гидроға келсем, бұл жерде де бар екен ФОП деген. Өнердің жаңағы ішінде кім ән айтады, кімді күй тартады деп бәрін жинап жатыр. Келдім мен де. Конкурс, көктемде конкурс болды. Сол конкурсқа қатыстым. Ол кезде Қайрат Бойбосовтың пластинкасына әкеліп берген, сол жерде Қаракесек деген ән үйренгем. Соны осы жерде айтып, бірінші орын алып, бас жүлде беріп, грамота деген үйіліп жатыр. Кәдімгі осы жердің бір жұлдыз оқып қалдым, естідім. Содан кейін алды да мені ФОПқа қабылдап, Алатау ансамбліне шақырды. Осы Мұхтар Рахманқұлов, қазіргі Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, қазіргі әлі де руководителім ғой менің бұрыннан. Сонау 1976 жылы Алатау триосы құрылады. Дарынды әншілерден құралған қазақтың тұңғыш триосы қазақ өнеріндегі феномен еді. 1979 жылы бұл топқа дарынды жас Асылхан Шүңіреков қосылады. Мен Алатау ансамблінде істеп жүрген кезде орнымен қоса гидро мелиоративтік дейді, ол уақытта құрылыс институтының оркестрін қоса басқарған, онда 50 адам үлкен оркестр бар еді. Сонда Асылхан сол студенттермен бірге бірінші курсқа келгенде оркестрге қатысты, күйші болып қатысты. Одан ол оркестрмен де біраз аралаған жеріміз бар. Сол Ташкент, Ленинград, Бішкек, Алматы, Тюлень, Алтыбақан сияқты сондай үлкен оркестр біраз аралаған. Сонда Асылхан бірінші оркестрге келген. Соны мен оның әншілігін білмедім, сол күйші болатын. Кейіннен студенттер конкурс болды бірінші курстың аяғында. Студенттер конкурсында жеке ән айтқан кезде Асылхан ішінен жаңағы көзге түсіп, керемет дауыспен оның әншілігін білмеппіз. Сондай әншілігімен көзге түсті. Тура сол кездерде біздің Алтыбек Қоразбаев біздің Алатаудың директоры болатын, мен музыканың жетекшісі болатын, филармонияға директор болып кетті. Триода бірінші Алтынбек жаңағы Қоразбаев, мен сөйлеген Алтынбек Бекбұратов үшеуміз болатынбыз. Алтыбек кеткеннен орнына адам қосу керек болды, трионы жоғалтпау керек болды. Соны Асылханды жаңағындай дауысын естігеннен кейін бірде Алатау ансамбліне алдым. Бірінші әнші болып жүрген, әнші болып келді. Соны Алтыбек арғай ауысып кеткеннен кейін Алтыбектің орнына трионың мүшесі болып кірді. Сол трионың мүшесі болып, ол уақытта мына тамашаның жаңадан шығып жатқан кезі, Алтыбақаның шығып жатқан кезі, Қымызқананың шығып жатқан кезі, сол уақыттарда көзге түсіп, қазақтың бірінші үштігі деп біраз жаңағы үлкен передачаларға түстік. Одан триомен біраз жер араладық. Мына өзіміздің көрші Қарақалпақстан, Өзбекстан, біраз жерлерде трионың жеке концерттермен жүрген кездеріміз болды. Одан Алатау ансамблімен сонау Болгарияға, Чехословакияға Асылхан бірге жүрді. Кейін сол институт бітірді, соған дейін бәрі бізбен бірге жүрді. 40 жыл енді ары бері есептегенде ол екі ортада Жамбыл деген аты өзгеріп, Тараздың бұрынғы тарихи аты келді. Сол тарихи атты өзгерткен кезде біз соның куәсі болдық. Осы қалада өнерімізді көрсеттік, аты өзгерген кезде. Содан кейін баяғы Алатау ансамблін қайтадан ашамыз деп бүкіл ансамбль ашқан кезде атымызды сол Таразға өзгерттік. Өйткені тарихи ат болсын, Тараз триосы болсын деп. Сонда Таразымызға 2000 жыл болса, біздің Тараз триосына енді міне 50 жыл болады. Алла қаласа осы 24 жылы. Соның енді дайындығы жүріп жатыр. 80-90 жылдары трионың даңқы алысқа кетеді. 2000 жылдары аты Тараз болып өзгереді. Байырғы мүшесі Асылхан Шүңіреков топтың таралып кетпеуіне ерен еңбек сіңіреді. Мен де трионы уақытым келді, мысалы басқа да жұмыстарға ауысып жатырмын. Бірақ енді Асылхан соны трионы мен кеткеннен кейін жалғастырып, мінекей Тараз триосы деп. Бірақ Тараз триосы негізі Алатау триосы ғой. Бірақ Тараз триосы себебі 2000 жылдарына Тараздың 2000 жылына байланысты Алатау ансамблі тағы бар, Алатау триосы деп екеуі болмасын деп, Тараз триосы деп атын кішкене өзгерткен бар. Бірақ негізі сол трио ғой, біреуі қазақтың тұңғыш триосы деген. Енді Асылхан жаңағы айта берсек, ол жаңа әншілігін көп жерде жеке әншілігін
былай көп адамдар біле бермейді, бірақ естіген кезде өткенде кімнің Шәміл Әбілтаевтың бір сөзі бар. Мына қара кесекті айтқан кезде Асылхан, ол сонау көкшелік кәдімгі сондай әншілердің мықты керемет арқаның әншілерінен артық айтпаса кем айтпайды деген Шәміл Әбілтаевтың сөзі бар. Оны мен құптаймын. Мен бала күннен білем. Өнерге келдім, сол 75 жылы мен келдім, Меркеге, Мерке өнерін құрдым. Содан бастап талай өнердің додасына түсіп жүрдік. Кейіннен Мойынқұмнан ол кісілер шықты. Одан кейін ол студент кезінде осы Алатау триосына келгені бар, жап-жас азамат. Сонымен Алатау триосынан бастады. Сол күннен бастап міне қазіргі уақытқа дейінгі ол кісінің облыс көлеміне, республикалық көлеміне біздің қазақи домбыраменен, қазақи әндерді, дәстүрлі әндері болсын, кейінгі мынау ұрпақтан шыққанына Кенен атамыздың әндері болсын, Сүйінбайдың неше түрлі жыр термелерінің бәрін қанық меңгеріп келе жатқан азамат, соның бәрін дәріптеп келе жатқан азамат. Бірде-бір қазақтың жыр өнеріне, ән өнеріне әрбір азаматтың қосатын үлесі зор десек, оның ішінде Асекеңнің де еңбегі бар. Біздер патшадан да паңдармыз, біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытынан қашып жүрген жандармыз. Біреулердің оғы жоқ боп атарға, біздер жүрміз қатерлі бір сапарға. Жыртығымды жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұрар. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Міне сол осы мынау өнер әлемінде жүрміз қазір. Міне осы жерге менің де атым жазылды. Мен сияқты жаңағы қатар жүрген құрбыларымның да біразының аты жазылды. Негізі бұл Жамбыл атамыздан, Кенен атамыздан, Ықылас Дүкенлі барлық осы Жамбылдың өңірінен шыққан өнер саңлақтары жазылды бұл жерде. Осы Тараз қаласының тарихына бір кірпіш болып қаланып жатқанымызға қуанып отырмыз. Ертеңгі біздің өнерімізді жас ұрпақтар көреді. Кімдер осы Жамбыл облысынан шықты? Тараз қаласында кімдер болды? Қандай өнерге үлес қосты бұл кісілер деген біздің есімдеріміз осы жерде жазылып тұрса, біз де осыған бір тарихта қалдық қой деп есептейміз. Өмірі өнермен өрілген Асылхан Шүңірековтің дарыны мен парасаты оны абырой биігіне жетелейді. Өзгелерден шоқтығы биік өнері болса да, қарапайымдылығы мен адамгершілігі бас идірет дейді замандастары. Бұл кісі біздің өмірде де, жалпы өнерде де үлгі тұтатын ағамыз. Бұл кісінің бір жақтамен емес, жан жақтама бұл кісіге баға беріп кетуге болады. Жалпы енді бұны бүгінгі дейін бұрынғы ақсақалдарымыз айтады ғой. Адам болып жаралы барда тұлға болып қалыптасу бар дейді. Ал енді тұлғалы болу үшін үлкен абыройдың биігіне жету керек. Абыройға жетемін десең, аянбай еңбек ет дейді. Ал енді аянбай еңбек ету үшін қазақтың нағыз марғасқа жігітіне 10 саулық керек. Оның біріншіден білімі мен ілімі, оның көрегендігі, оның имандылығы, оның мәдениеттілігі, оның сабырлығы. Мен ойлаймын, осындай мен деген нағыз азаматтың тұлғаның бойынан табылатын осындай асыл қасиеттердің бәрі де біздің Асылхан ағамыздың бойынан табылады. Енді Асылхан жас кезінен әкесіз өсті, әкесі кішкене ертеректе қайтыс болды. Жәмила апамыз өзі, жаңа інісі бар, Қасымхан, солардың бәрін аяғына тұрғызып,
ағалары бар. Ол ағалары да ертерек өмірден өтті да Асылханның мойнына, бұл енді жаңағы Жәмил апамның баласын енді қалай деп айтуға болады. Сол шаңырақтың иесі болып қалғаннан кейін сол мынау өзінің ағаларының балалары бар, өзінен кейін інісі бар, басқа нелер бар, туысқандар, солардың бәрін тәрбиелеп, солардың бәрін жеткізіп, осы Асылханның мойнына жүктелді. Асылхан Жұмакүл екеуі, Жұмакүл деген жары алтын бір керемет келініміз бар. Сол екеуі, мына неге мен айтып тұрмын, бұл бар ғой, мынау қазір Асылханның інілерінің, ағаларының, балаларының бәрі бар ғой, Асылханды дәу папа дейді. Жалғыз өзі осылардың бәрін жеткізіп, асырап, айтқан кезде адамның бұлай өмірдегі жауапкершілігі. Асылхан Шүңірек репертуарға ерекше мән береді. Жеке орындауда болсын, топтың орындауында болсын, жеңіл-желпі әуендерге жол жоқ. Ең бастысы, ұлттық рухтың уызынан наралған ұлағаты мол туындылар таңдалады. Үлкен азамат, қасындағы Ержан Ыдырысов азамат, Ноян жаңағы бауырымыз, барлығы да өте өнерлі жігіттер. Бұлардың енді өнеріне бұлай жай ғана қарап қоймайды тыңдаған ел. Өйткені бір қазақтың делебесін қоздырып, әнге деген құштарлығын оятып, сон бір өнерге деген бір қазақилықтың, қазақтың әнінің осындай құдіретінің күшті екенін, мықты екенін, қазақтың өнерінің кереметтігін белгізетін бір керемет бір не жатады. Бұлардың орындаушылық шеберлігінде сондай бір белгі бар. Өздеріне бір жарасымды. 2000 жылы Тараз триосына мен енді келдім, мүше болып Берік Қалиев, одан кейін мен Асекең үшеуміз ән шырқап. Енді әліге дейін мінекей Тараз триосы болып, 20 жылдай болды бірге жұмыс жасап жүргенімізге. Асылхан ағаның өнерге деген, бұл кісінің диапазоны деген өте керемет. Оны бүкіл ел мақтайды. Елбасына дейін, біздің министрларымызға дейін көріп, бұл кісінің диапазонына үлкен жоғары баға беретін. Ән саласындағы кісілер болса да барлығы. Сондықтан біз осы Асылхан ағамызбенен бірге жүріп, бірге ән шырқағанымызға қуанамыз. Біздің кейіпкер 5 уақыт намазда оқиды. Бабалар жолымен кіші қажылыққа да барып келген. Мұсылмандықтың басты шартының бірі көркем мінез Асылханның болмысында бар дейді замандастары. Көп рахмет, құрметті ағайындар. Бүгін жаңа Налайттың біраз нәрселерді көріп, еске түсіріп, сәкен бәріміз күліп жатырмыз. Мен кішкентай кезімдегі суреттерді көріп. Асылхан ағам ең бірінші тура осы сахнаға
87 жылы жаз айдарында болу керек Сәкеш. Бірінші рет осы сахнаға шығарған. Сол кезде киімде жоқ менің өзі. Сұрашыптар деген семьялық ансамбль болған. Солардың есі ұзыннан бастап ортасына кішкентайына дейін бар да оларда. Солардың ең кішкентайын бір костюммен жұлып алып берді, шығарып жіберген. Сол күндер бәрі енді артта қалып, бірақ дегенмен тамаша жетістіктерге жетіп жатырмыз, Аллаға шүкір, осы Асылхан ағаларымыздың ең бірінші демеуінің себебінің арқасында. Асекең тұлпарды тұяғынан таныған екен. Сол бала Мейрамбек қазақ өнеріне өлшеусіз үлес қосқан азаматтың бірін айналды. Шәкіртінің оза шапқанына ұстаз да қуанышты. Көктемнің лебі, көктемнің желі, желпиді далаң қарып. Бөледі нұрға, бөледі жарға, тағы да жасыл баулары. Тарабоз әнші отбасы бақытында тапқан жан. Жары Жұмагүлмен ұл өсіріп, қыз өсіріп, немере сүйіп, қызығын көріп отыр. Асылханның үйінде де Бауыржан деген батыр бар. Сол Бауыржанның тұсауын кескен Бақытжан Момышұлы, Зейнеп Ахметовалар, сол Бауыржанымыз өсіп жатыр. Қандай керемет. Бір отбасы бар ғой, мен Асылханның отбасына өзім бір ғашықпын. Тазалық бар, бір-біріне сыйластық деген. Асылхан үлкен болғаннан кейін бар ғой, анау қасындағы інілері, бауырлары, қарындастары бәрі бір керемет сыйластықпен қарайды. Асылхан, мен білесіздер, мінезі жұмсақ. Мен қанша бір-біріміз бірге жүрміз, мен әлі Асылханның бір ашуланы былай көтерілгенін көрген жоқпын. Әшейін жай барақат, жай ғана сөйлейді, соның өзінде қасындағылар жорғалап жүгіріп, қандай керемет өзі бір сүйкімді дүние болып жүр. Біздің кейіпкер тек әнші ғана емес, салмақтылық пен сабырдың, адамгершілік пен парасаттың иесі. Сондықтан аялаған көрермені, ардақтайтын ағайыны, қаумалаған достары жеткілікті. Біздің Асылхан досымыз, бауырымыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі деген атақ алып атқан кезде, соның базына несіне, көрімдігіне деген сияқты Асылхан ағам арнап жазған еді. Бүгін енді орайы кеп тұр, соны бір оқып берейін. Қазанат өзі, азамат өзі ажарлы, ортаңа келген балдарың бүгін базарлы, Асылхан болып кетсе де бір кез ауылдан, Асекең болып кемелге толып оралды. Өлеңім мынау, көрімдік сынды жоралғы, сапарластарымыз қатарда жүрген сұралғы, қайратқа мініп, үкілеп үміт кетіп ет, қайраткер болып ортаңа қайта оралды. Қаранар өзі, өмірдің жүгін артатын, жүгінен өнер, жауырда болды арқатым. Асекең осы, төріңде бүгін отырған, қалт етсе қолы ауылға қарай тартатын. Бәйгеден келді, құлагер шабыт заулатып, қара көздерден шаттықтың жасын саулатып, өзің деп келген ағайын, топырақтарыңа алсаңдаршы аунатып. Жер бетінің пендесі, елім деген айналайын ердеші, атына шөп салдыра сал ағасы, маңдайынан сипай салғын жеңгесі. Өзі дара, өнердегі кемеңгер, бағаланбай жатса құны төмендер. Атқа мінген ағайын, өзіміздің Асылхан ғой демеңдер. Күткен жанға әрбір күнің ғасырдай, кейде ғұмыр өте шығар жасындай, базарында бағалай біл барыңды, сенің балаң, менің досым осындай. Ән мен жырдың жауһары көңіл күйдің кәусәрі, ұлттық өнердің өкілі, шығармашылыққа адалдығынан айныған емес.
40 жыл сахнада қазақи әуендерді қалыптатып келеді.